Біздің мақсат ана тілімізде пайдалы әрі сапалы контент ұсыну. Арнаға тіркеліп қойыңыз. Балаларды жақсылап тәрбиелеңіз. Сонда үлкендерді жазалаудың қажеті болмайды. Қазақта қаш жақсының өкпесі торғын орамал кепкенше, қаш жаманның өкпесі басы жерге жеткенше деген аталы сөз бар. Сондықтан мына өмірде кешірімді әрі мейірбан болайық. Қалғанын Алла өзі реттейді. Адам 50-ге келгенде 30 жасындағыдай өмір сүрсе, демек ол 20 жыл өмірін босқа өткізіпті. Жақсы тамақтан, мөлшермен іш, тыныш ұйықта. Сонда денсаулығыңды сақтауға әрекет етудің қажеті де болмайды. Сау адамның үміті бар, ал үміті бардың барлық нәрсесі бар. Туудан оңай, адам болудан қиын нәрсе жоқ. Өгіздің үстіне қонған шыбын өзін өгізден биікпін деп ойлайды екен. Темірді өзінің татынан басқа ештеңе шіріте алмайды. Жердің құлағы, жаңалықтардың қанаттары бар. Өмір дөңгелекке ұқсайды. Кейде жоғарыдасың, кейде төмендесің. Өсек аяңға сенген адам өз-өзіне зиян келтіреді. Қай жерден шыққанын білмеген адам қай жерге барарын да білмейді. Жас кезіңде алған білімің тасқа қашалған оюмен тең. Қиындығы бар жердің рахаты да бар. Нәтижесін көрмей тұрып, әрекетіңе мақтанба. Жоғары лақтырған тасың өз басыңа келіп түссе, ешкімге қапаланба. Жақсыға құшағыңды аш, жамандардан әркез қаш. Махаббаттан қорқатындар, өмірден қорқатындар, ал өмірден қорқатындар әлде қашан өліктер қатарына қосылғандар. Өмір сайыстан басқа нәрсе емес. Бақытты сәттер тыныштықпен өлшенеді. Адам тыныштықта ғана бақытты бола алады. Бірінші қадам басыңыз, әрі қарай жол өзі жетелейді. Көрген нәрсенің бәріне сене берме. Кейде тұз да шекердей көрінеді. Ризық үшін харекет қыл, бірақ адал жолдан тайма. Шошқалармен күресіп, жеңіске жете алмайсың. Бар болғаны киіміңнің лас болғаны қалады. Сынған бұйымды орнына келтіру мүмкін нәрсе, бірақ жараланған көңілді қалыпқа келтіру мүмкін емес. Кімнің күлкісі көбейсе, соның құрметі азаяды. Нағыз ақымақтықтың белгісі басқа нәтиже күте тұрып, бір қатені қайта қайталау. Дұшпаныңның әлсіздігін үйрен, бірақ өзіңнің әлсіздігіңді үйрену одан да маңызды. Өзіне ұнайтын кәсіпті тап, сонда өміріңде бір күнде жұмыс істемейсің. Сондай өмір сүргін, басқалар саған қарап үлгі мен өнеге алсын. Бұлбұлы жоқ мекенде құрбақаның дауысы әсем көрінер. Дертіңді айтсаң, қамың артар, көрінгенге жалынсаң, дұшпаның артар. Қараңғыда жалғыз қалсаң, өз көлеңкең де сені жалғыз тастап кетеді. Ашу қысқанда әрқандай сөзден де, әрекеттен де өзіңді тый. Жас балаға жәрдем беру үшін тізерлеп отырған кісіден артық құрметке лайық адам жоқ. Бір адамның сөзіне не ісіне бола өзің қаламаған сөзді
немесе істі істеуге ешкімге рұқсат берме. Үнсіздік мағынасыз сөз сөйлеуден әлде қайда артық нәрсе.